Саламатсыздар ма? Тараз сервис және технология колледжінің тігін өндірісінің оқыту шебері Тезекбаева Фарида Кетбаевна. Мен бүгін сіздерге компьютерлік басқару жүйесі бар автоматты Жаноми жапон тігін машинасын сіздерге таныстырамын. Тігін және квилтинг әлемінде шексіз мүмкіндіктер ашатын заманауи компьютерлік тігін машинасы бұл. Сенсорлық экранның көмегінсіз сіз экранда да бастырманы басу арқылы операцияларды таңдай аласыз. Бұл машина 250 түрлі узорларды таңдауға болады. 250 түрлі ою өрнектердің, жазулардың түрлерін орындайды. Бұл жерде адамның атын буква таңдау арқылы да жазуға болады. Мысалға, Фарида деп жазу үшін мына жердегі кез келген нені өзінің батырмасын меню арқылы таңдап, содан кейін букваларды таңдағаннан кейін моментально сол жерде адамның атын жазып береді. Қазір мен сіздерге жағаның шетіне өрнек салу түрін көрсетемін. Ол үшін машинаны іске қосамыз. Іске қосқаннан кейін өзіме керекті мына жерден ою өрнек таңдаймын. Бірінші менюді басамын. Менюді басқаннан кейін шетіне осы өрнекті салу ыңғайлы деп таңдап отырмын. Ол 211 номерде екен. 211-ді таңдау үшін оңға солға бағыттау арқылы бірінші тауып алуымыз керек. 211-ді таңдау үшін келтірдім. 211-ді узорды бастым. Жұмыс істеуге машина дайын. Лапкаға жағаның шетін келтіріп қоямын. Сөйтемін да окейді басып жұмысқа қостым. Жағаның ұшы дөңгелек болғандықтан машинаны ыңғайлап дөңгелетіп келтіріп отырамын. Дайын болды. Енді мынау жерде үстіңгі жағаға өрнек салынды. Енді астыңғы жағамен көмкеріп жағаны дайындауға болады. Бұл машинада мына жердегі бар тігістерді орындайды. Өрнек қалтаның клапан дейді орысша. Қалтаның клапанына узор салуға болады. Мына жерде салынған, мына жерде басқаша өрнек салынған. Өстіп осылай жұмыс істейтін жапон машинасы. Жұмыс аяқталды.